Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай қытырлақ воздушный болып шығатын чебурекейдің жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге алдымен керек заттар: тұз, қайнаған ыстық су, сұйық май және ұн. Алдымен ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Ортасына осылайынан сұйық майымызды құйып, одан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Мен осылай суымды аз-аздан бөліп құйғандарыңыз дұрыс болады. Алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырып, одан соң қолыммен жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін салмасына жуаны осылай ұсақтап турап, туралған жуамызды тартылған еттің үстіне саламыз. Және өз қалауымызша дәміне қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды қосып, шамалы ғана үлкен ас қасықпен 1-1,5 ас қасықтай ғана су құямыз. Бұл біздің салмамыздың сочный болуына, чебурекейіміздің сочный болып шығуына көмегін тигізеді. Енді кезекте тынып тұрған қамырымызды алып, осылайша дөңгелетіп ұзыншалап алып, өзіміздің көз мөлшерімізбен қамырымызды 10 бөлікке бөліп аламыз. Осылайына бөліп алған бөліктерімізді домалақтап, жеке-жеке домалақтап қойып, бетін жауып, шетінен біреуден алып, домалақ формаға келтіріп жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа болған сайын, соғұрлым чебурекейіміз қытырлақ бола түседі. Қамырымыз жұқа болғаны дұрыс. Осылай жайылған қамырымызға салмамызды, фаршымызды саламыз. Ортасына жайып саламыз. Шеттеріне шығармаймыз. Өйткені шеттерін екінші бетін жапқан кезде екі қамырымыз бір-біріне бірігу үшін шеттеріне шығармай, ортасына жайып салып, қамырымыздың екінші бетін жауып, шеттерін шанышқының көмегімен бастырып шықсаңыздар да болады. Қамырымыздан артық шығып қалған жерлерін пышақпен или осындай кескішпен кесіп алып тастасаңыздар да болады. Міне менде осындай форма болып шықты. Осылайша барлық қамырларымызды осындай жайып аламыз. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта дәмді тағамдармен бөлісіп отырамын.
Міне қыздар, менің барлық жайған қамырларым осындай біркелкі формада осындай болып шықты. Енді бұны қатты қызып тұрған майда екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Майымыз міндетті түрде қатты отта қызғаны болуы тиіс. Әйтпесе чебурекиларымыз өзіне көп майды сіңіріп, майлы болуы мүмкін. Қыздар, бұл рецептпен міндетті түрде өз үйлеріңізде жасап көріңіздер, жұбайларыңызға, ата-аналарыңызға жасап берсеңіздер, мәз болып қалар сөзсіз. Міне қарасаңыздар, түсі алтын түстес, қытырлақ, воздушный болып үрленіп тұр. Өте күшті болып шығатынына сөзсіз. Осылайша барлығын шет-шетінен қуырып аламыз. Міне менің чебурекиларым дайын болды. Күшті, міндетті түрде жасап көріңіздер үйде. Ортасы фаршы піскен. Қарасаңыздар, күшті болып шықты қыздар.